Сәлеметсіңдер ме қыздар, менің тоқыма тоқып үйренейік каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай слидеге тоқып үйренеміз. Мына жерде 40 ілмек алынып, жоғары қарай мына жерде 8 сантиметрге дейін өкшесі, яғни қонышы дейміз ғой, сол жер тоқылды. Міне 8 сантиметр. Бұның барлығы бір келкі оңмен тоқысаңыздар, ар жақ бер жақ осындай тігіс болып шығады. Мына жақта 14 15-те 15, өкшесінде 10 жіп. Мына жерде 10 жіп қалып отыр. Ары бері өкшесін тоқуды да көрсетем каналымда. Өкшесі біткеннен кейін ары қарай айналдырып, 3 біздің көмегімен айналдырып, тек қана оң тоқылған кезде осындай оң әдіспен шығатын өрнек шығады. Одан кейін көк жібім азғандай болғандықтан мен оған қою күлгін түсті қостым. Осындай 2 жіптің көмегімен осындай әп-әдемі қап-қалың нәскиіміз шықты. Менің қазір қолымда осындай ғана көк жіп қалды. Міне екінші парын тоқимыз. 40 ілмекті жинап алдым. Бізіме 40 ілмекті жинап алдым. Енді осыны тек қана оң тоқимыз. Біріншісін міндетті түрде тоқымай іліп аласыздар. Міне іліп алдым. Енді ары қарай барлығын дәл өстіп, ар жағында, жолдың бер жағында барлығын тек қана оң тоқимыз. 8 сантиметр болғанша. Міне қыздар, сіздерге белгілі болсын деп маркермен белгілеп қойдым. Екі жақта 15, ортасында 10. Міне мына жер көрсетіп тұрмын ғой, осы жер 10 тоқылады. Екі жақтан ілініп отырады. Сөйтіп ортасындағы өкшесі бізде шыға қалады. Қазір бірінші жолдық міне көрсетем. Біріншісін міндетті түрде іліп аламыз. Ары қарай оң тоқып шығамыз. Бұл жерде 15-і оң тоқылады. Маркерге дейін белгілеп қойдым сіздерге көрінсін деп. Міне қыздар, осы жерде міне маркерге жақындап қалдық. Мынау 14-ші, мынау енді 15-ші ілмекпен маркердің ар жағындағы 10 ілмек алып қалдық қой, сол екеусін біріктіріп, бұны да біз біріктіріп оң тоқып аламыз. Болды, енді осы оң жақтағы және сол жақтағы тиіспей, міне ортасындағын ғана ары бері оң ғана тоқып отырамыз. Маркерге келген кезде біріктіреміз. Міне маркерге келдік. Бұл 10-ші жіп, ар жақтағы 15-ші жіп екеуін біріктіріп аламыз. Бұл бірінші жол болғандықтан мен бірден келесі бізге лақтырып қойдым. Яғни ортасындағы 8-і оң тоқыладағы 9-ші және 10-ші екі жағындағы ілмектер біріктіріліп отырады. Сөйтіп бізде өкшесі шыға қалады. Ар жағында, бер жағында оң тоқып отырмыз. Міне маркерге келдім. Енді бұл бізде өкшесі біріктіруіміз басталды. Бұл оңынан біріктірілетін болады бізде. Себебі ар жақта теріс жағы бізде із қалмау керек та, әдемі болып шығу үшін. Міне оң тоқып отырмыз. Яғни бер жақты біріктірген кезде сіздер теріс жағына келгенде теріс біріктіріңіздер. Міне әп-әдемі көрініп тұр. Енді осы жерде біріктіру жолымызды біз теріс біріктіреміз.
біріктірдім. Бірден ілмекті ары қарай лақтырып қойдым. Ол тоқылмайды. Міне көрдіңіздер ме? Көрсетіп отырмын. Бізде біріктірген жол теріс жағынан. Іш жағын қарасаңыздар, ол әдемі өрім боп шығады, міне. Өрім боп тұр. Оң жағында да мынау, міне сол жағында да. Бұл өкшеге батпайды. Бұл әдемі боп тұрады. Міне қыздар, маркерге келген кезде ғана біріктіру жолды ұмытпаңыздар. Міне, ешқандай өзгеріссіз, ар жақ бер жағы да оң тоқылады. Тек біріктіру жолдың ғана оң жағынан келгенде теріс біріктіресіздер. Міне, көрдіңіздер ғой? Бұл теріс жақ болды. Өстіп, міне өкшеде екі жақта біздерде ілмектеріміз бітті. Бізде 10, мына ең соңғысы қалды, бітірдік. 10 ілмегіміз шыға қалды. Енді мына біреу соңынан іліп отырдық қой, міне әдемі өрнектер тұр ғой. Осы міне бізбен алып көрсетіп жатырмын. Осы жерден қазір жаңа ілмектерді жинап аласыздар. Бізге қажетті 14 ілмек болады. 14 ілмек бізге жеткілікті. 14 ілмек жинап аласыздар. Әрбір ілмектен жинағанда бұлай да бұлай сіздерде 14 ілмек шығатын болады. Міне қыздар, санап шықтым. 14 ілмегіміз шықты. Енді келесі ар жақтан тағы да дәл осындай 14-ті бірден келесі үшінші бізімізді аламыз да. Бірден біріктіреміз, қараңыздар. Бірден біз біріктіріп отырамыз. Бұл жерден де 14 ілмек алып аласыздар. Енді осы жерде көңіл бөліңіздер. Бірінші ілмекті аламыз ғой. Міне алып жатырмын. Шетіне кет қалмау үшін ең ұшынан барып алып отырмын. Енді осы алғашқы ілмегімізбен жиналып тұрған біздегі ілмектің ең біріншісінің екеуінің орнын ауыстырамыз. Бұл нәскиді жаңа киген кезде ашылып тұрмау үшін, әдемі өту үшін, мына бір жерді қараңыздар. Өте әдемі біріктірілді. Бірінші ілмектердің орнын ауыстырып қоясыздар. Бұл сонда бір-біріне қатты беттесіп әдемі шығатын болады. Міне қыздар, екі ілмектің алғашқы ілмектерін ауыстырып алдым. Енді ары қарай санайсыздар. Бізде бірінші ілмегіміз тұр. Енді ары қарай 13 ілмек, яғни жалпы 14 ілмекті, жаңадан ілмекті дәл осы іліп алған жіптеріміздің осылай әдемі етіп ілмекті жинап аласыздар. Міне 14 ілмегіміз шықты. Болды енді қыздар, еш жерден қыс қартпаймыз, еш жерден жіпті жібермейміз, айландырып, тек қана оң тоқып шығасыздар. Міне осылай қолыммен көрсетіп отырмын. Тек қана оң шығарасыздар. Сонда сіздерде осындай өрнек болып шығады. Оң жолдық өрнек. Яғни қажетті жерге дейін нәскимен өлшеп отырасыздар. Қажетті жерге дейін келген кезде мен келесі жіпті қосатын боламын. Тек қана оң тоқисыздар.
оң тоқу жолын бағанадан бері тоқыдық қой. Біз ар жақ бер жақты тоқыған кезде біздің өрнектеріміз мынандай бүдір-бүдір болып шықты. Бер жағынан қарағанда теріс сияқты болып. Енді тек қана оң әдемі болып шығатын болады. Міне оң тоқып шығасыздар. Кейбір қыздарға мысалы троспен тоққан ұнайды. Мен нәски тоққанда яғни қаттырақ және жібім тартылып әдемі болып тұрсын деп, мен мысалы маған 3 бізбен тоқығаны маған ыңғайлы. Енді өздеріңізге қалайсысы қолдарыңызға ыңғайлы, сондай инструментіңізбен тоқи бересіздер. Міне қажетті оң қатар кетті. Мен енді келесі жібімді қосатын боламын. Міне мынандай үлкен жібім дайын тұр менде. Жіпті қосу ол да оңай, қыздар, біріктіре саласыздар. Рабочий көк жіпті мен кеспеймін. Көк жіпті кеспеймін, ол өзінің орнында тұра береді. Енді тағы да өлшеп көріп жатырмын, сенімді болу үшін. Енді көк жібімді қасына мынандай фиолетовый жіп, күлгін жіп бұл. Кадрдан кішкене қараулы, қара жіп болып көрінгенмен, мына жерде фиолетовый жіп қой. Дәл осылай міне аласыздар. Болды. Бұл артық жіптерді кейін артынан кесіп, сонан кейін жасырып тастайсыздар, аяққа батпайды. Өте әдемі. Енді қыздар, осы жерде мен бір секрет айтып өтейін. Мен жіпті қарасаңыздар алдынан жалғадым. Міне. Сіздер өкшеден жалғасаңыздар жақсы болады. Көрсетіп тұрмын ғой, сол жерден жалғасаңыздар дұрыс болады. Жалғанған жіптеріңіз көрінбейтін болады. Міне көк жіп, одан кейін фиолетовый, одан кейін тағы да 2 қатар көк, одан кейін фиолетовый, одан кейін тағы да 1 қатар көк кетті. Міне қыздар, осылай фиолетовый жіпті тоқтаттым. Енді маған көк жіпті жалғастыру үшін көк жіп айдалада қалмау керек қой. Сондықтан мына фиолетовый жіпті ар жақ бер жағынан көтеріп отырсаңыздар, аяққа киген кезде саусақтың арасына тіреліп қалмайтын болады. Екеуін анда-санда бір-бірінен айналдырып орап қоямын. Сөйтіп барып ары қарай мына фиолетовый жіпті ары қарай жалғастыра бересіздер тоқып. Міне ашып көрсетіп жатырмын теріс жағынан, саусақтың арасынан кірмейтіндей, арасында орап қойсаңыздар, кедергі келтірмейді аяқ киім киген кезде, нәскилеріңіз кигенде. Міне енді фиолетовый тоқтатып, көк жібіме де кірістім. Ол да фиолетовый жіп ар жақта тұрады. Онда арасында орап қойсаңыздар болады. Міне қыздар, ешқандай өзгеріссіз, қажет жерінде көк жіпті, қажет жерде фиолетовый жіпті міне осылай жалғап тоқып жүре бересіздер. Міне қыздар, қажетті көлемге дейін келдім. Енді қысқарту, яғни аяқтың ұшын шығаруымыз керек. Біз сол үшін 2 оңды тоқимыз. Одан кейінгі 2 ілмегімізді біріктіріп оң тоқып аламыз. Міне айналдырып осы қатарға дейін 2 оң тоқимыз, біріктіреміз. Көрдіңіздер ғой? Міне 2 оңды біріктірдік. Міне былай біріктіресіздер, көрдіңіздер ғой? Артындағы петлядан алға қарай жүресіздер, сонда әдемі бірігетін болады. Біріккен жерлеріңіз көрінбей қалады. Міне өстіп айналдырып тоқып шықтасыздар. Мен маркермен белгілеп қойдым, айналдырған жерімді ұмытқамайын деп. Енді біріккеннен кейінгі жолда ештеңе біріктірмей бір қатар тоқып аласыздар. Оң қылып. Яғни бір қатардан кейін ғана 2 ілмекті біріктіріп, екеуін оң тоқисыздар. Сөйтіп аяқтың ең басында ұшына дейін
азғантай жіп қалғанша біріктіре бересіздер. Қысқарту жолға келдім. 2 оң тоқылды. 2 ілмек бірікті. Міне, көрдіңіздер ғой, көзге көрінбейді, әдемі бірігіп кете береді. Міне, ешқандай бүдір жолда қалмайды, көрінбей кетеді біріккеніңіз. 2 оң, мына екеусін біріктіріп аласыздар. Міне, маркерге келгенше дәл осылай тоқи бересіздер. Міне кадрдан әдемі көрініп тұр, міне қыздар. Бірінің астына бірі түседі. Дәл солай қысқартсаңыздар. Міне бізімізде ең азғантай ғана жол қалды. Мен енді бірден аз қалған кезде қысқарту жолы 2 оңды тоқымай-ақ бірден 2-2-ден біріктіріп, мүлдем азайтасыздар жұмысты. Мына жерде 2 оң кетті, одан кейінгі жолды қысқартып жатырмын. Себебі біз ең соңғы қатарға келген кезде бірден 2-2-ден бірігіп кетеді. Міне, ұшына жеттік. Екеуін өлшеп көріп жатырмын. Әп-әдемі дұрыс шықты. Енді бірден біріктіре береміз. 2-2-ден біріктіре бересіздер. Ең соңғы біздіңізде ілмектер азайғанша. Нәскидің ең ұшы болғандықтан кішкене қаттырақ тоқығандарыңыз дұрыс. Көрдіңіз ғой, кішкене күшке салып, қаттырақ тоқысаңыздар, нәскиде мықтырақ болады да. Біреуге жұмсақ тоққан ұнайды, енді өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай. Мысалы, маған қаттырақ тоқығаным қажет болды. Өте жылын нәски болсын деп, ұшында да өзі қатты бітеліп кету керек. Тартыңқырап кішкене тоққандарыңыз дұрыс болады. Міне қыздар, осындай әп-әдемі нәскеміз бірдей болды. Өкшесі де әдемі шықты. Ұшы да, нәскидің ұшы әдемі шықты. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.